Бүгінгі видеода қарбыздың денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем, құрметті алтын достарым. Денсаулық үшін каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарияға келесі қандай видео шығарайын, сол туралы комментарияға жазып өтсеңіздер. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады екен. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор. Қарбыздың құрамына А, Б, 6, С дәрумен топтар кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді амино-қышқылы секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, ең жоғары деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор екен. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын халықтық дәрі-дәрмек секілді болып кетті. Мысалы, ол атеросклероз, артрит, құян және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек болады екен. Құян, ол радикулит деген ғой. Қан қысымы жоғары адамдарға және де цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар, өйткені ол нәрлі заттармен байытылған. Ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Осымен достар, сіздерге арналған кішігірім пайдалы ақпаратым соңына жетіп қалды. Қарбызды көп жеп жүріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.